Сәлем достар! Бүгінгі видеода өзіңізге деген сенімділікті арттырудың мықты 4 әдісін айтатын боламын. Каналдан ажырамай лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ең бірінші әдіс жақсы жақтарыңызды дамытыңыз. Бізде көбінесе өзінің жаман жағын айта береді. Мен осыны қолымнан мынау келмейді, анау келмейді деп айтады. Оған қарағанда өзіңіздің мықты жағыңызды, қандай мықты жағыңыз бар, жақсы жағыңыз бар, соны дамытыңыз. Өзіңіздің әлсіз тұстарыңызға мән берудің орнына жақсы жақтарыңызды дамытыңыз. Сіз басқаларға қарағанда бірдеңені жақсырақ жасайсыз. Өзіңіздің мықты тұстарыңызды еске түсіріп, қағазға немесе ұялы телефонға жазып қойыңыз. Бұл тізімнің әр қашан қоласында болғаны жақсы. Қажет кезде онымен өзіңізді қолдай аласыз. Мінсіздіктің артынан қуудың қажеті жоқ. Бірақ дамуды тоқтатпауыңыз керек. Көбірек оқыңыз, жаңа нәрселер біліңіз, саяхаттаңыз. Келесі мықты әдіс. Әрқашан позитивті ойлаңыз, мұқият болыңыз. Енді тыңдаңыз. Ойларыңыз қайда болса, энергияңыз да сол жақта. Ал энергия деген ол өмір. Егер айналаңызда негативті адамдар болса, көп ұзамай сіз де сондай адамға айналасыз. Егер үнемі жаман нәрсе жайлы ойласаңыз, ол шынымен де болады. Айналаңыздағы адамдарға анализ жасаңыз. Сіздің өзін-өзі бағалауыңызға кім жағымсыз әсер ететінін анықтаңыз. Содан соң жеке шекара орнату қажет, немесе айтылған сөздерге мән бермеуді үйрену керек болады. Айтуға оңай, әрине, бірақ осы нәрсені жасасаңыз, өзіңізге оңай болады. Әрине, тағы бір әдіс бар. Мүмкін болса, мұндай адамдармен мүлдем араласпау. Келесі, қажет емес қасиеттерден арылыңыз. Сіз өзіңіз жақсы білесіз. Және кей қасиеттеріңіз сізді даму жолында тежейтінін де түсінесіз. Оны анықтап, қабылдау, проблеманы шешуге деген алғашқы қадам. Менде сондай жағымсыз қасиет бар деп, өзіңізді ешқашан кінәламаңыз. Өзіңізді ешқашан айыптамаңыз. Тек сол проблеманың бойыңызда бар екенін анықтап қабылдаңыз. Сол проблеманы шешуге шешім қабылдаңыз. Сізді артқа тартатын нәрседен арылыңыз, мақсатыңызға баяу, бірақ сенімді жылжыңыз. Басқа адамдардың сөзінен немесе естілмей қалудан қорықсаңыз, өз пікіріңізді білдіріңіз. Жаңа достар табудан немесе танысудан қорықсаңыз, әңгімені бірінші өзіңіз бастаңыз. Өзгерістерден қорықсаңыз, түбегейлі жаңа нәрсе жасауға тәуекел етіңіз. Өзіңізге деген сенімділікті арттыру үшін көреалмаушылық, жалқаулық, айыптаушылық, ашуланшақтық секілді қасиеттерден арылу өте маңызды. Ойланыңыз, осы қасиеттер сіздің бойыңызда бар ма екен? Кейбір осы қасиеттер бойыңызда бар болса, комментарийға жаза кетіңіз. Қандай қасиеттерден арылғыңыз келеді? Бұл әлсіздіктерді жеңу арқылы алға қойған мақсатыңызға жетесіз. Сенімділігіңізді арттыруға көмектесетін мықты соңғы әдіс ол басқа адамдарға көмектесу. Тек өзіңізбен және өз проблемаларыңызбен алысып жүрсеңіз, сіз қандай да бір жағдаймен басқалардың қолдауын және көмегін аласыз. Бірақ бірдеңе алу кезінде беруді де ұмытпау керек. Егер мән беріп қарасаңыз, әр адамның басында қандай да бір қиындық барын көре аласыз. Көмекті сізден де қатты қажет ететін адамдар да бар. Басқа адамға физикалық та, моральды да қамқор көрсету арқылы өзіңіздің қандай маңызды адам екеніңізді сезініп, сенімділігіңіз одан сайын арта түседі. Құрметті оқырманым, осы 4 әдісті міндетті түрде қолданып көріңіздер. Видеоны каналға лайк басып, қоңыраушаны басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Каналда болғандарыңызға рахмет.